Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қолжетімді заттармен дайындалынатын бикеш саусақтары тәттісінің рецептін ұсынамын, яғни дамские пальчики деп аталынады. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің әр салған видеоларымды алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Оттың астын қосамыз, су мен сүтімізді асты қалың ыдысқа құйып аламыз. Оның үстінен сары майымызды саламыз. Сары майымыз кішкене ерігенше араластырамыз. Шым-шым тұз саламыз. Оның үстінен ұн саламыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп салдым. Ұнды салған уақытта отымызды баяу қоямыз және де жылдам араластырамыз. Қасықпен немесе силиконды қасықтың көмегімен жылдам араластырамыз, яғни тез араластырамыз. Ұнымыздың барлығын салып, тез қимылмен араластыруымыз қажет. Себебі түйіршіктер қалып қоюы мүмкін. Осылай қоюланғанша отта араластырып аламыз, баяу отта араластырамыз. Міне түбі жапса бастағанда оттан аламыз, кішкене суытып қойып, ары қарай жұмыртқа саламыз. Суығанын қолымыздың көмегімен кішкене көріп аламыз. Жылылау болған кезде үстінен 4 жұмыртқаны саламыз. Бір-бірден сала отыра жұмыртқаны араластырамыз. Жұмыртқаны салған кезде қамырымыз бірікпей, бір қиындық тудыруы мүмкін, бірақ сіздер тоқтатпай араластыра берсеңіздер, бір-біріне бірігіп, жақсы болып шығады. Барлық жұмыртқаны осылай бір-бірден кезек-кезекпен салып араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ болады. Венчиктің көмегімен немесе қасықтың көмегімен араластыруға болады. Міне соңғы жұмыртқаны да саламыз, қамырымызды араластырып дайындаймыз. Міне біздің массамыз осылай болуы қажет. Массаны алып, кондитерлік қапшыққа құямыз, басына насатканы қоямыз. Бұл міндетті емес. Кез келген пакетке құйып, дөңгелек етіп құйсаңыздар да болады, немесе қасықпен құйсаңыздар да болады. Осылай дөңгелек етіп құйып шығамыз. Аз-аздан құямыз, өйткені піскен кезде көтеріліп піседі. Бұл жерде құйған формамыз маңызды емес, өйткені піскен кезде барлығы бірдей болып шығады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Креміміз өте қарапайым. Қаймақ пен шекерді қолданамыз. Қаймақтың үстіне шекерді салып, венчикпен араластырамыз. Дайын кремді жақсы жағылуы үшін мұздатқышқа 15-20 минутқа салып қоямыз. Осы аралықта пісіп шыққан бикеш саусақтарын толықтай суытып аламыз. Егер толықтай суытпайтын болсаңыздар, сіздердің қаймақтарыңыз жан-жағына ағып кетуі мүмкін. Сондықтан толықтай суытып алыңыздар. Осылай видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Бір-біреуден аламыз, қаймаққа салып, тәрелкеге жинайтын боламыз. Міне барлығын жинап алдық. Үстіне мен шоколадпен әсемдедім. Қалауларыңызша жеміс-жидекпен әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болды десем де болады. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер. Және менің каналыма жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлық видеоларыма лайк басып көріп шығуларыңызды сұраймын. Сіздерге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.